Табиғатты таза ұстау әр адамның азаматтық парызы. Осы орайда Сарыағаш ауданы аумағында таза аула атты экологиялық акциясы ұйымдастырылып, көпшілік тарапынан үлкен қолдау тапты. Тұрғындарды қоршаған ортаны ластамауға шақыру, елді мекендерді тазалығын сақтауға деген жауапкершілікті арттыруға бағытталған науқан туралы алдағы бейнематериалда. Таза Қазақстан жалпыұлттық бастамасы аясында ұйымдастырылған таза аула экологиялық акциясына Арман Айдарұлы бастаған мемлекеттік қызметкерлер, еріктілер мен тұрғындар қатысты. Ешбір азаматқа міндеттелмеген десек те өз еркімен өңір тазалығын сақтауға ниет білдірген мамандар сенбілік жұмыстарын таңғы сағат 10:00-де бастады. Экошара барысында республикалық маңызы бар А15 автожолы бойындағы шөптер орылып, бейберекет тасталған қоқыстар жиналды. Аудандағы тазалық әр аптаның сенбі күні аудан әкім тапсырмасына сәйкес және президентіміздің бастамасымен қолға алынған таза Қазақстан бағдарламасы аясында осылай әр аптаның сенбі күні осылай сенбілік өткізіп жатамыз. Сенбілікті қажет ететін, тазалықты қажет ететін аумақтарға апта сайын бөліп отыратын жағдайымыз бар. Осы сәтті пайдаланып отырып мен тағы да аудан тұрғындарын осылай сенбілікке атсалысуын шақырған болар едім. Науқан барысында сенбілікке қатысушылар аулаларды, қоғамдық орындарды қоқыстан тазартты. 13 ауылдық округ пен қала аумағында өткен акцияға 17 арнайы техника жұмылдырылды. Нәтижесінде 14 тонна қоқыс арнайы белгіленген орындарға шығарылды. Таза аула акциясы тек бір күндік шара емес, әр адамның күнделікті өмір салтына айналуы тиіс маңызды бастама. Себебі табиғатты қорғау баршамыздың ортақ міндетіміз. Айгерім Айтбаева, Айдос Дәулет, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.